ертеде бір кішкентай қыз бала өмір сүріпті. Оның аты Айдана еді. Айдана әрқашан анасымен бірге үй шаруасына көмектесіп, бәрін сүйіспеншілікпен істейтін. Бүгінде ол таңертең анасымен бірге таңғы ас әзірлеп жүрген болатын. Кенеттен анасы өзін жайсыз сезінді. Басы айналып, жерге құлап түсті. Айдана қатты қорқып кетті. Бірақ ол тез есін жиып, не істеу керегін ойлады. Ол анасын шалқасынан жатқызып тынысын тексерді. Анасының тынысы әлсіз екенін көріп, сабыр сақтады. Содан кейін Айдана телефонды алып, 103 нөміріне қоңырау шалды. Сәлеметсіз бе? Бізге жедел жәрдем қызметі қажет. Анам аяқ асты құлап қалды. Қоңыраудан кейін Айдана анасын жылы жауып қасында отырды. Ол анасының қолын ұстап, сабырлы болуға тырысты. Көп ұзамай, жедел жәрдем көлігі келіп, дәрігерлер үйге кірді. Жарайсың, Айдана. Оқыс жағдай болғанда жедел жәрдем қызметі 103 нөміріне хабарлас. Қызым, сен менің өмірімді сақтап қалдың. Мен сенімен мақтанамын.